Ақтөбеде ірі кәсіпорындар жұмыс орындарын сақтап қалу туралы үш жақты келісімге қол қойды. Ақтөбе Хром қосындылар зауыты ұжымы жаңа еңбек кодексі жұмысшылар үшін тиімді деп отыр. Зауыт ұжымымен бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев кездесті. Жиынды зауыт басшысы Алексей Химич өткен жылда қорытындылаған баяндамамен бастады. Бұл туралы әріптесім Венера Серғазина тарқатады. Зауытта бүгінде 3000-нан астам адам еңбек етеді. Өткен жылы жұмыстың ауырлығына байланысты шығып кеткен 270 адамның орнына жас мамандар алып, оқытып, қайта даярлықтан өткізіпті. Орташа жалақы 96 мың теңге көлемінде. Өндіріс көлемі өткен жылмен салыстырғанда 4%-ға кеміген. Әлемдік дағдарысқа байланысты зауыт өніміне сұраныс аз да болса төмендегені байқалады. Осыған қарамастан кәсіпорын басшысының айтуынша биыл 1 қаңтардан бастап жұмысшылардың жалақысы 10-15%-ға өскен. Өнім өндіру көлемі азайса да жұмыс орындарын мейлінше тұрақты сақтап отырмыз дейді зауыт басшылығы. Мы ни сокращений, ни увольнений никаких не планируем. Мен еңбек ұжымына ешқандай қысқартулар, жұмыстан шығарулар болмайтынын ескертемін. Осы құраммен ел игілігі үшін еңбек етуді жалғастырамыз. Зауыт үшін ең бастысы әрине адамдар. Сіздер кәсіпорынның болашағысыңдар. Басқарма мен директорлар кеңесі ұжымды сақтап қалу, жұмысты тоқтатпау секілді іс-шараларды басты назарда ұстауда. Осы жылы өндіріс көлемін көтеріп, өнімді арттыруымыз қажет. Ұжымдық келісім шарттың барлық талаптары орындалуда. Медициналық тексеру ақысыз, әрі санаторийде тегін алуға мүмкіндік бар. Былтырғыдай ауқымды жылдық жоспар жоқ. Әр айды тапсырысқа сай межелеп отырмыз дейді зауыт басшылығы. Ал зауыт жұмысшылары сөз кезегі тигенде көшелерді жөндеу, жарықтандыру, автобуспен қатынау мәселелері төңірегінде шағымдарын айтты. Біздің зауытқа нөмірі 4-ші маршрут қатынайды. Қоғамдық көлік кешкі 21:00-ден кейін тоқтай бастайды. Қарапайым жұмысшылардың жеке көлігі жоқ қой. Жұмысқа ауысыммен қатынайтындар үшін мүлдем қиын. Осы жағын шешу мүмкін бе? Біздің жұмысшылардың көпшілігі жұмысқа жаяу келуге мәжбүр. Тас жолда жаяу жүргіншілерге арналған жиек жол жоқ. Ал көше түнде тас қараңғы, әсіресе қыс айларында қараңғы ерте түседі. Зауытқа жаяу келетіндер үшін өте қиын. Көше жарықтандырыла ма? Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мұндай сауалдарға нақты жауап берді. Многие наши компании, имеется в виду транспортные, когда участвуют в проводимых тендерах, Біздегі көлік компаниялары мемлекеттік сатып алу тендерлеріне қатысқан кезде аспандағы айдалып беретіндей уәдені үйіп төгеді. Оның ішінде жолаушыларға жылыда ыңғайлы автобустар, кестеге сай жүру тәртібі керемет болады деп айтады. Ал шынтуайтына келгенде тендерді ұтып алғаннан кейін бұның бәрі бос сөз болып қала береді. Келісімшартта көрсетілген талаптар мүлдем орындалмай жатыр. Мұндай шағымдарды қала тұрғындарына жиі естіп жатырмыз. Әсіресе кешкі уақыттарда демалыс, мереке күндері алыс аялдамаларға қоғамдық көліктен қатынау қиынға соғады екен. Үй аулалары болса автотұраққа айналған. Балалар үшін ойын алаңдары жоқ. Осындай үйлердің аулаларында тәртіпке келтіру керек. Жалпы өңірде 2014 жылмен салыстырғанда өткен жылы мұнай газ бен металлургия саласы кәсіпорындарынан түсетін бюджеттік түсімдер 20%-ға кеміген. Кездесу соңында облыс әкімдігі мен кәсіпорын басшысы және аумақтық кәсіподақтар бірлестігі арасында 3 жақты меморандумға қол қойылды. руководители предприятия. Дағдарысқа қарамастан біз ең басты жұмыс орындарын сақтап қалуымыз керек. Әрі жалақыны уақытта төлеп тұруға міндеттеме аламыз. Жалақы мен басқа да әлеуметтік төлемдерді дер кезінде беру үшін әрине жұмыс жасау керек. Сондықтан нарыққа қазіргі жағдайға бейімделіп, жұмыс істеуге кіріскен жөн. Біз жастарды жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы оқытайық. Қайта даярлау арқылы бар мүмкіндіктерді пайдаланған тиімді болмақ. Венера Серғазина, Айнадин Молдабеков, Қазақстан, Ақтөбе.